Үйлөнгілі әл-вадуд сілерді сүйдір ала тұрған депті. Қарабайсыздар, вадуд деген сүйікті болған деген сөз. Исм маф'ул вазында келеді. Ушунча сізді өзіне арба ала тұрған. Мұнда жатқанда тәуетіңіз тартыш керек. Үйленгенге чейин жолық тұрғанда, баяғы жарма қайнатқанда білесіздер да, мұнда бір болық деп нетеді ғой, жүрегімде бір болық деп қош керек те кішіне. Жүрек кішіне ойғанып қош керек. Анам үйленгенге чейин әле бала береді дейін, қайсы бір ақсақал айтқанда, бір жітташ олғаннан ана жағып кетеді деген ал болмайды андай. Тура емес. Адам бір жолы төреледі, бір жолы жашайды, bir жолы қайтпас дүйнеге кетеді, ол дүйнені көрсе. Қайра келбейді. Ошон үчүн кыз баладағы bir жолы жағыш керек, бала мындай жалпы жолунан жағыш керек. Балаға да ошондой. Кыз жалпылай мындай bir жағыш керек. Ар бир адам табияты бар да. Бирөө сөйүк сакты болсун дейт, бирөө мындай болсун, тендей болсун дейт ар кандай. Ошого жараша эмне кылыш керек экен? Үйлөндүрүш керек экен. Ошон үчүн мына жерде айтылды. Силерди сүйдүр ала турган жана ал-валуд көп бала төрөп бере турган аялга үйлөнгүлө. Az 3-4 bala törep berip, az 6-7 bala bolsa, 14 bala bolup ondoy таң калып карап атпайбы азыр. Az 3-4 bala болуп калды. Жалам бүт эле жери ушундай болуп калды. Гемоглобин түшүп кетти, иммунитет түшүп кетти, ал эле, бул эле деп. Жарандай жасалма бузулбай 1 айга чейин, 2 жумага чейин, 1 жумага чейин сакталып тура бере турган тамак аштарды жей бергендиктен не болот? Дене кубаттары түшүп кеткен азыр бизгилер. Түрлүү тамак. Ошон үчүн нукура тамак жегенге аракет кылыш керек.